Котлеттерді енді қуырмай, дәл осындай ерекше әдіспен пеште пісіріп көріңіздерші. Дәмі өте керемет, сочный болып шығады. Барлығына ұнайды. Алдымен фаршқа сақталған пияз, жұмыртқа, панировочный сухарий мен ұн, тұз, бұрыш, әртүрлі дәмдеуштерді салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қолымызбен противенді жақсылап сұйық маймен майлағаннан кейін, жаңағы фаршымыздан котлеттің формасын келтіріп противенге қойып шығамыз. Алдымен фаршты мен 8 бөлікке бөліп алдым, сонда 8 үлкен котлет шығады. Енді осы котлеттің үстін жайлап басып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай котлеттерді пісіреміз. Енді пісіп тұрған картоптың үстіне тұз және сүт құйып, жақсылап тұрып езіп аламыз. Енді осы картопымыз суығаннан кейін, оны да котлеттің формасына келтіреміз. Жаңағы пештен шыққан котлеттердің үстеріне дәл осылай қойып шығатын боламыз. Оның үстінен жақсы еритін үккіштен өткізілген ірімшікті молырақ саламыз. Және су құйылған осындай стаканға 2 ас қасық томат пастасы, тұз және аздап сүт құйып, жақсылап араластырып, котлеттердің арасына дәл осылай құйып шықтым. Тағы да пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Сочный болып пісіп керемет болып шығады. Жанына осылай күрішпен ұсындым. Видео ұнаса парақшаға тіркеліп сақтап алуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.